2025 жылдың 11 ақпанында Жоғарғы сот кеңесі төрағасының өкімімен Сот төлеу академиясының 3 жылға арналған даму тұжырымдамасы бекітілді. Осы тұжырымдама кеңес қызметінде, сот жүйесінде іс жүргізу және материалдық заңнамада жүргізіп жатқан реформаларды, сондай-ақ сот практикасын жетілдіру ескере отырып, білім беру мекемесін дамытудың мақсаты мен міндеттерін, негізгі бағыттарын айқындайтын жаңа стратегиялық құжат болып табылады. Академияның жаңа тұжырымдамасының мақсаты білім беру, ғылым, кадрлық және материалдық техника әлеуетін нығайту болып табылады. Ол сот төрағасының заманауи талаптары мен міндеттеріне сәйкес келетін жоғарғы білікті судья кадрларын тиімді даярлауға ықпал ететін болады. Аталған мақсатқа қол жеткізу мынандай стратегиялық міндеттерді іске асырумен қамтамасыз етіледі. Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жетілдіру, қосымша білім беру жүйесін дамыту, академия қызметінің ғылыми жұмысын жандандыру, академия кадр саясатында жаңа тәсілдерді іске асыру, академияның материалдық техникалық инфрақұрылымын жақсарту, сонымен қатар академияның оң имиджін нығайту.